Саламатсыздар ма, әріптестер және достар? Мен сіздерге қазір интерактивті тақтада оқушыларға көруге болатын ойындардың ішіндегі Polychess ойынының үшінші шаблонын көрсетемін. Бұл үшінші шаблонның өзі 3 шаблондан тұрады. 3 шаблонды дайындалдым. Бірінші шаблонды көрсетемін. Мына жерде мысалы біріншісінде сұрақ берілген, Марковников ережесі бойынша судың қосылу реакциясы деп аталады. Мына жерде ответ берілген. Ең алдымен ойынды бастаудан алдын now стрелкаға басамыз. Сол кезде барабанымыз айналады. Стрелкаға тағы рет басамыз, барабан тоқтайды. Одан кейін оқушының алған балына қарай мына жерде мынау батырманы басатын болсақ, осындай дыбыс шығады. Және наған да бассақ осындай әртүрлі дыбыстар шығаруға болады. Одан кейін оқушының айтқан әріпін басамыз. Мысалы, Г дейтін болса, Г-ны басамыз. Мына жерде бар болса шығады. Егер ол әріп жоқ болатын болса, ол әріп жоқ деп шығады. Енді қалған шаблондарды көрсетемін. Екінші шаблон мынандай. Бұның айырмашылығы тек қана мына жерде барабанның өзгергені. Бұл жерде де тура сондай стрелкаға басамыз, барабан айналады. Стрелкаға бір басамыз, барабан тоқтайды. Ал енді үшінші шаблон. Үшінші шаблонда оқушылардың есімдері берілген. Мысалы, барабанды айналдырамыз. Бір рет басамыз стрелка, тағы бір рет басам, тоқтайды. Барабан тоқтағаннан кейін осы жердегі оқушылар, түскен оқушы әріпті айтады. Және осы әріп бойынша әріптерді ашамыз. Мысалы, осылай. Одан кейін мына жерде мысалы 3 әріпті қатар табатын болса, оқушыларға бір мүмкіндік беріледі, ол сандықшаны ашу мүмкіндігі. 2 сандықша тұрады, оның біреуінің іші бос, екіншісінде сыйлық болады. Мысалы, біріншісі бос. Ал енді екінші сандықшаны көрсетемін. Екінші сандықшаны ассақ, ішінде 2000 теңге бар. Одан кейін мына жерде бонус бар. Бонус ретінде, сыйлық ретінде мысалы көбірек сөздерді табатын болса, осыған басатын болса, мына жерде мысалы ручка шықты бонусқа, сыйлық ретінде. Ойынды жалпы осылай ойнатамыз. Енді осындай ойынды ойнатудан алдын енді сіздер өздеріңіздің пәндеріңіз бойынша не болмаса сұрақтар бойынша алатын болсаңыз, алдымен мынау шаблонды мен комментарий бөлімінде ссылкамен қалдырамын. Соны жүктеп аласыздар. Одан кейін керек шаблонды аламыз. Мынау 3 шаблонның ішінен біреуін аламыз және осыны көбейту керек болса, мынаның үстіне басып тұрып, дублировать слайдқа бассақ, 2 болды. Осылай мына жердегі нелерді, тапсырмаларды көбейтуге болады. Енді өзгерту үшін не істейміз? Мына жердегі бірінші сұрағыңызды жазып аласыздар. Өшіреміз, мынау өшіріп сұрақты жазасыздар. Одан кейін мынаны ашып шығамыз. Бүйтіп ашып, мына жерге сөзіңізді жазасыз. Мысалы, қандай сөз болса, соны жазасыздар. Сөзді жазып аласыз. Сөзді жазамыз. Одан кейін жазып болғаннан кейін, мысалы сіздің қалған, мысалы көп болатын болса, мынау төрт бұрыштарды өшіріп тастай саламыз. Егер жетпей қалатын болса, мынаны копировать етіп алып, ставить етіп, қойып, көбейтсеңіздер болады. Осылай қоямыз, көбейтеміз және осылай жазып аламыз. Бәрін жазып болғаннан кейін анимацияға басамыз. Область анимацияға басып, мына жердегі әрбір нені төрт бұрышқа бассақ, мына жерден шығады. Мысалы, осыған басамыз, времяға басып, осы жердегі мынау қандай әріпте тұр? Мысалы, Г-де тұр ма? Мына жерден таңдаймыз. Сіз өзіңіздің әрпіңізді таңдап, соны қойып шығасыз. Одан кейін келесі қойып окейді басамыз. Қалғаны, мысалы, келесі төрт бұрыш қайсыда тұр? Мен бастым, премияға бастым. Иде тұр менікі, екінші нем иде тұр. Мысалы, осыны, мысалы, ауыстырылыға, мысалы, басқасына қойып,
окейді басасыздар. Осылай қойып шығамыз. Бәрін қойып болғаннан кейін қайттан үстіне жауып қоямыз. Жауып шығамыз. Осылай анимациясын қойып, одан кейін реттеп жабамыз қайттан. Енді мына жерде бұл әріп жоқ дегендерді бір-бірлеп ашып шығамыз. Және сіз мына жерде жазған жауаптағы жоқ әріптерге оларды анимациясын қоюымыз керек. Мысалы, А әріпі бар болса, оған тиіспейміз. Б мына жердегі жауапта жоқ па? Осын белгілеп алып, тура солай времяға кіріп, өзгертеміз. Мына жерде қайсысы әріп? Б әріпі болса, Б-ны белгілейміз. Осылай қойып шығамыз. Барлық анимацияларды қоямыз. Тура солай мынанда мысалы жетпей қалатын болса, копировать етіп аламыз. Осылай құрастырамыз. Ал енді екінші мына шаблонда мысалы мынандай барабанды қалай дайындаймыз? Оқушылардың аттарымен барабанды қалай дайындаймыз? Оны бір мысал ретінде көрсетейін. Мысалы интернетке сіздер flippt.net сайтына кірсеңіздер, осындай шаблон бар. Осыған кірсек, мына жерде оқушылардың есімдері тұр. Осы жерге сіз өзіңіздің оқушыларыңыздың тізімін аласыздар. Копировать етіп, жаңағы сайтқа қоямыз. Қойып, жасауға бастаңыздар. Бізге осындай дайын түрдегі барабанды дайындап береді. Оны сохранить как картинку етіп сохранить етіп аламыз. Одан кейін мына жердегі мен осыны ауыстырамын. Изменить рисункқа басамыз. Одан кейін жаңа жүктеп алған дөңгелекті қоямыз. Міне қойып тұр. Анимациясы қойып тұр. Мысалы, көрсетем. Мынау стрелкаға бассам, айналып. Жалпы шаблон осы. Бұл шаблонды мен өзім дайындадым. Егер керек болса, сіздерге қызық болса, осы шаблонды жүктеп алып, интерактивті тақтада, үлкен тақтада оқушыларға көрсететін болсаңыздар, өте қызықты болады. Анимацияларды қоюда біраз уақыт алады. Егер осыларды құрастыру сізге қиындық туындайтын болса, маған айтсаңыздар, мен сіздерге көмектесемін. Сұрақтарын немесе жауаптарымен жіберсеңіздер, сіздерге өзім ойынды құрастырып беремін. Дәл осындай сұрағын қойып, мына жерде жауабын қойып, құрастырып беремін. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Педагогтар үшін, көбінесе мұғалімдер үшін және студенттер үшін көптеген PowerPoint бағдарламасымен немесе басқа да ойындарды осы каналға салып отырамын.